Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Жоғарғы Диана медицина колледжінің акушерия және гинекология пәнінің оқытушысы Смағұл Гүлжайна Дүйсенғалиқызы. Бүгінгі біздің тақырып кнаптық тексеру. Оған керек заттық айна, антисептик, стерильді қолғап және қолымызды антисептикпен өңдеп аламыз. Стерильді қолғапты киеміз. Науқасқа аты-жөнімізді айтып түсіндіріп, науқастың жүкті әйелдің келісімін аламыз. Оны гинекологиялық орындыққа отыруға көмектесеміз, ыңғайлы етіп отырғызамыз. Және де сыртқы жыныс мүшелеріне бірінші қараймыз, назар аударамыз. Яғни, үлкен жыныс еріндері, кіші жыныс еріндерін жауып тұрма, қасаға үстінде жарылулар, тыртықтар не болмаса бөртпелер бар ма жоқ па, соған назар аударамыз. Екінші, екі қолдың үлкен және су саусағы арқылы қынапты, кіші жыныс, үлкен жыныс еріндерін ашып, қынапты қараймыз. Яғни, бұл жерде қынаптың шышты қабаты және де Бартолин бездерінің орналасуын және де үлкен және кіші жыныс еріндерін қараймыз. Келесі заттық айнаны аламыз. Сол қолдың бірінші, екінші саусағымен үлкен және кіші жыныс еріндерін ашамыз. Заттық айнаны бірінші қырынан төмен бұраймыз біріншісінде, екіншісін алып қырынан жоғары бұраймыз. Ол жерде жатыр мойында патологиялық өзгерістер бар ма жоқ па, соны анықтаймыз. Қынаптың шышты қабатын қараймыз. Жатыр мойында патологиялық өзгерістердің жоқтығын анықтап болғаннан кейін, заттық айнаның бірінші жоғарғысын қырынан, екіншісін төменгісін қырынан шығарып аламыз. Бұны без ерітіндіге саламыз. Бимануалды тексеру. Яғни, сол қолдың бірінші, екінші саусағымен жыныс еріндерін ашып, оң қолдың бірінші, екінші саусағын қынапқа енгіземіз. Жатырдың үстін басамыз, қынаптың созылғыштығын және ауырсыну бар ма жоқ па, соны анықтаймыз. Сол жаққа басқанда оң қолымыз сол жаққа, оң жаққа басқанда оң жаққа жылжытамыз. Қолымызды шығарамыз, түсіне қараймыз. Түсі түссіз және иіссіз серозды болуы тиіс.